Бүгін түрік тілінен екінші сабақ. Үніте деген бұл бізде тарау деген, бірінші тарау. Бірінші тарау. Мераба, яғни сәлем. А, яғни танышма. Танышма деген танысу. Саламлашма деген амандасу. Дилеклер деген тілектер. Енді бүгін қандай сөздер өтеміз? Мына жерде жазылған. Біріншісі мераба, яғни сәлем, гүнайдын, қайырлы күн, насылсың, қалайсың, iyiyim, жақсымын, нерелісің, қай жақтансың, hoşça kal, қош бол, güle-güle, кездескенше, мемнун oldum, танысқаныма қуаныштымын, тешеккүр етерім, рахмет айтамын. Енді диалог бірінші. Сенің адың не? Яғни сенің атың кім? Кім дегенде не деп айтады? Сенің адың не? Benim adım Ali. Менің атым Али. Насылсың? Қалайсың? Тешеккүр ederim, iyiyim. Рахмет айтамын, жақсымын. Нерелісің? Қай жақтансың? Жапониялıyım. Жапониялықпын. Memnun oldum. Танысқаныма қуаныштымын. Ben de memnun oldum. Мен де танысқаныма қуаныштымын. Hoşça kal. Қош бол, güle-güle, кездескенше. Hazırlık çalışması деген дайындық жұмысы. Енді бұл жерде де мераба, яғни сәлем, гүнайдын, қайырлы күн. Соған байланысты суреттер қойған, Ие күнілер, жақсы күн тілеймін. Хош келдің. Хош келдің, яғни қош келдің. Ие акшамлар. Акшам деген ақшам намазы бар ғой, сол уақытта айтады. Жақсы кеш тілеймін. Hoşça kal, қош бол. Енді оқума деген оқу. Танышма, танысу. Енді бұл жерде Али мен Мұрат. Али айтады, мераба, менің адым Али, сенің адың не? Жаңа айттым, аудармалардың төбесінде. Сәлем, менің атым Али, сенің атың кім? Мұрат айтады, benim adım Мұрат, менің атым Мұрат. Али айтады, memnun oldum, танысқаныма қуаныштымын. Мұрат айтады, ben de memnun oldum, мен де танысқаныма қуаныштымын. Енді екінші жауап бойынша нерелісің, қай жақтансың, нигериялıyım, нигериялықпын. Сен нерелісің, сен қай жақтансың? Ben Almanyalıyım, мен алманиялықпын. Дәл солай. Selam Zeynep, nasılsın? Сәлем Zeynep, қалайсың? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Жақсымын, рахмет айтамын. Сен қалайсың? Teşekkürler, ben de iyiyim. Рахмет, мен де жақсымын. Енді teşekkür ederim мен teşekkürlerдің айырмашылығы. Teşekkürler жалпы қарапайым тілмен рахмет. Teşekkür ederim, рахмет айтамын, яғни бұл ресми түрде. Енді келесі диалог. Günaydın. Мына жерде үні екі рет айтамыз, мына емшекке оқылмайды ғой, сондықтан рет менің, насылсыңыз. Қайырлы күн, оқытушым, үйретушім, қалайсыз? Günaydın Can, iyiyim, сен насылсың? Қайырлы күн Can, жақсымын, сен қалайсың? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Рахмет айтамын, мен де жақсымын.